Сәлематсыздар ма? Отпа Ньюс кезет сайтының студиясына бүгін қонаққа ардагер ұстаз, ағылшын парсы тілінің маманы, PhD доктор, ғалым Нияз аға Тобыш келіп отыр. Аға, қош келдің студиямызға. Рахмет, Алла сыйласын. Қаңтардың 16-сында Алматыда ұлттық кітапханада жақында шыққан Иран қазақтары деген кітабыңыздың таныстырылымын, тұсаукесерін жасап келдіңіз. Кітаптың атынан түсінікті еңбек Иран қазақтары туралы. Ал мазмұны қандай, соны айтып берсеңіз. Әрине, бұл Иран қазақтарын мен 2 жылда еңбектендім. Дәлірек айтқанда 2023-тің басында бір сапармен Алматыға барып едім. Сонда құрдасым Арыс баспасының директоры, белгілі ғалым Ғарифолла Әнес деген ағайын маған бір ұсыныс айтқан. Нияз, сен кешегі шалдарды көрдің, талай кітаптар басылып жатыр Иран туралы, әр жерде шашырап. Соның басын қосып бір үлкен бір кітап қылып шығарсаң, мен өзім шығарып берерім деп маған уәде берген. Мен 2 жыл бойы жұмыстандым. Сол кітап былтыр желтоқсанның 20-сында Шұқиян баспасынан бір азғантай дана болып, 100 дана болып шығып келді. Кітап жалпы айтқанда 8 кітаптан мен пайдаландым. 8 кітапты құрастырдым, жинадым. Ең біріншісі Халифа Алтай атамыздың Алтайдан ауған ел деген кітаптан, соның ішінде естеліктері бар екен. Кезінде атамыз Иранға барған екен. Сонан бастадым. Сонан кейін Иран қазақтары деген Ислам Жемени ағамыздың кітабынан Иран қазақтарының қысқаша тарихын алдым. Сосын Отыншы Көшбай ағамыздың таптаза Иран қазақтары туралы шыққан, тебірене отырып оқитын, сыбызғы сыңсып жылайды деген кітабын алдым түгелдей. Сонан кейін Иранда көп жылдары Иран қазақтарын зерттеп кітабын шығара алмаған Мансури Кияи деген Иранның белгілі ғалым, этнограф кітабын мен аударып едім. Иран қазақтарының салт дәстүрлері деп соны алдым. Сонан кейін мына Жылқышы ағамыздың 5 томды кітабы шыққан, 5-10 жылдықта тіл таңбалы ақындар деп. Соның 5-ші томында Ираннан шыққан аталарымыздың 4-інің өмірбаяны мен өлеңдерін алдым ол кітаптан. Сосын Хабиболла Сыдиқов ағамыздың 10 томдық жинағы шыққан, соның 3-ші томында 90 жылдары елді дүрсілкіндірген азғантай аттөбеліндей болған Иран қазақтан шыққан футбол команда келген 90 жылдар Алматыға, сосын облыстарды аралап ең соңында Маңғыстау келіп, Маңғыстаудан Иранға кеткен сол үлкен доп додасының дегенде футбол командасының жағдайы бар. Оны менің ағам Аманқос мектептегі деген кісі сол кезде Алматы ақшамы деген газетте бірнеше бет қылып басқан, мен соны алдым. Сонан кейін Оразмағамбет, Тұрмағамбет туралы, атамыз туралы былтыр кітап шыққан. Сол кітапты Отыншы Көшбай ағамыз құрастырған. Сол кітапты керек жерлерін алдым. Себебі оның ішінде Оразмағамбет атамыздың кезінде пайдаланған, оқыған бір үлкен энциклопедиялық бір кітабы бар еді, соны бөліктерін аударып едім, соны алдым. Сонан кейін сол атамыздың Иранға азғантай уақыты барғанның өзінде Иран патшасына жазған хаты, сол кезде Горган қаласының әкіміне жазған хаты, сол кездегі мұнай және кен министрлігіне жазған хаттарын алдым. Оларда көре аласың, сол кітаптың ішінде бар. Сонымен қатар жеке өздері барып Иран қазақтарын аралап, қыдырып, естелік жазған ағайындардың естеліктерін алдым. Соның ішінде бір есте қалатын бір дүние бар. Кешегі 80 жылдары бастап 88 жылға созылған
Иран мен Ирактың арасындағы үлкен қан соғыста біздің қазақтарымыз, інілеріміз, балаларымыз қатысқан, талайлары өлген, шахид болған, талайлары жаралы болған, талайлары Саддам Хусейннің түрбесінде отырып кейін соғыс біткеннен кейін азат болып елге келген, Иран менен Ирак соғысына қатысқан қазақтар деген көлемді жақсы мақала бар. Осылардың барын жинадым. Жинағанда мақсат 5-6 жерде шашып жүрген кітап. Иран қазақтарын біреу зерттеймін десе, зерттеу жұмыстарын жүргізем десе, барлығы бір жерде болсын деген оймен соны шығардым. Шамамен 430-40 беттей кітап, шағындау энциклопедия. Сосын бұның ішінде бір айта кететін бір тарихи суреттер бар. Суреттерін мен осылай таңдап жинадым. Себебі кешегі біздің 28 бен 32 жылдары Маңғыстаудан Түркменстанға, Түркменстаннан ары қарай бұрын соңды көрмеген Иран деген жеріне барғаннан кейін сол әжелеріміздің, аналарымыздың илмелі жаулығын, бұрама жаулығын соларды үлгі етіп алдым. Солардың керемет суреттері бар, ақ-қара болған. Соның ішінде бір тарихи сурет деп айтып отқаным, Иран қазақтары барғаннан кейін 30 жылдай азаматтық ала алмай, 60 жылдардың басында азаматтық алып, соның ең алғашқы оқығандардың біреуі 68 жылы ұруы ескелді Мұхаммед деген ағамыздың заң саласында сол кездегі Иранның патшасы Мұхаммед Риза Шах Пехлеви деген кісінің қолынан үздік диплом алып жатқан үлкен тарихи суреті бар. Мен осы уақытқа дейін ешуақыт естіген жоқпын. Түркменстанда жүрген қазақ па, Өзбекстанда жүрген қазақ па, Қытайда жүрген қазақ па, Европада жүрген қазақ па, солардың ешқайсы осындай керемет оқып, патшаның қолынан дипломын алды дегенді естіген жоқпын. Бірақ сол біздің ағамыз сол істеген, сол үлкен тарихи суреттердің ішінде бар. Түсінікті. Қазір Иранда тұратын қазақтардың нақты саны белгісіз. Біздер 5-6 мың деп жүрміз. Демографиялық зерттеу жұмыс ретінде немесе және тарихи, мәдени, әдеби жәдігерлерді зерттеу үшін ол жақта Иранның қазақтар қоныстанған аумағына бару ойыңызда бар ма, экспедиция жасау? Иә, біреулер барам десе баруыма болады әбден. Өйткені мен сол қазақтың арасынан шығып келдім ғой, беделім бар елдің ішінде. Сосын бұны алдын ала жүргізбес бұрын жаңағы менің айтып өткен Мансур Кияи деген этнограф ғалымның Иран қазақтарының салт дәстүрлері деген кітабын оқып шыққан дұрыс болар. Себебі 4-5 жылдай ол кісі еңбек етіп, ең соңында кітабын шығара алмай, 2010 жылы мен Қырымбек Көшербаев мырзаға аудармашы болып барғанмын, сонда бізге беріп, мен соны Қырекеңнің демеушілігімен жасап шыққанмын, аударып. Облыс әкімі? Облыс әкімі ол кездегі. Иран қазақтары жалпы айтқанда қазір бір 4-5 мыңнан аспайтын шығар, өткені. Бір шамасы көшіп келді ғой, 30 жыл болды ғой көшіп келгенімізге бастап. 95-тің қазан айында келдік, алғаш көшіп болып. Енді Алла бұйырса қазан айы тағы 8-9 айдан біздің көшіп келгенімізге 30 жыл толады Маңғыстауға. Сондықтан о қазақтың саны бұрын 5-6 мың дейтін болсақ, 1-2 мыңдай азайды. Жалпы парсылардың арасына сіңіп кеткен ассимиляция болған қазақтар бар ма ол жақта? Жоқ, ол жерде әлі тілін ұмыта қойған, салтын ұмыта қойған қазақ жоқ. Бірақ әрине барғанымызға 90 жылдай уақыт болды. 90 жыл деген бір ғасыр деген сөз. Ал енді о жерде сіздің анда-санда осы жерден барған газет журнал менен, анда-санда ән күй менен, немесе айтыс менен бір тілді сақтап қалу мүмкін емес, өзің оны білесің. Қазір 4-ші буын, 5-ші буын ауысып кетті. Басынан аяғына дейін парсша оқиды, түркмендермен араласып отырады. Сосын олардың тілдерінде өкінішке орай парсы да, түркменде элементтер қазір көбейіп бара жатыр. Бірнеше жылдан бері парсыша, қазақша академиялық сөздік жазып жатырсыз аға. Мен оны білем.
Бұл күрделі жұмысты бастауға не себеп болды? Сөздік жазудың негізгі мақсаты қандай? Иә, бұл бұрын сөздікті жазылған ағалар бар ғой енді. Мен олардың жұмыстарын сыйлаймын. Бірақ осыдан 5-6 жыл бұрын Астанадағы Иранның елшілігінің мәдени өкілдігі маған телефон соқты, бастығы. Нәке, сіздің қолыңыздан келеді, жұбайыңыз да сауатты, өзіңізде сауатыңыз бар. Бізге жан-жақты академиялық үлкен сөздік жазып берсеңіз, парсша, қазақша деді. Сосын мен сөздіктер бар ғой дедім. Сосын олар маған айтқаны, ол сөздіктердің әрқайсының мәселесі бар. Біреуінің мысалы транскрипциясында мәселесі бар, біреуінің аударылуында мәселесі бар. Біреуінің қазіргі заманға лайық емес бір 20-25 мың сөзі бар. Сондықтан сіз аз дегенде бір 70-80 мың, ары кеткенде 100 мың сөзі бар. Академиялық сөздік жазып берсеңіз деп өтініп, еңбектерімді беріп, мен оның бір шамасын бітіріп қойдым қазір. Алла бұйырып атса. Өйткені бұл сөздік болашақта Иран менен біздің байланысымыз күшеймесе әлсіремейді. Өйткені біздің кешегі аталарымыздың тарихының іздері солардың кітаптарында жатыр. Ал енді оны зерттеймін, олардың кітабын оқимын дейтін болса, парсы тілінде жазылған кітаптың қасында үлкен мықты сөздік керек болады. Себебі біздің бір өкінетін жеріміз бар, ғалымдарымыздың. Біздің ғалымдарымыз бір тілде, орыс тілде. Орыстың мүддесімен келе жатқан ағайындар. Орыстардың ғалымдары не жазса, соны аударып, соны келе жатқан ағаларымыз. Ал енді басқа бір тілде, басқа бір мәдениетте бұрын ашылмаған дүниелерді ашам дейтін болсаңыз, оған жаңаша көзқарас керек, тіл керек. Соның ішінде әсіресе Иран менен біздің байланыс жасайтын болсақ, аталарымыздың іздерін солардан табатын болсақ, оларға мықты парсы тілінде маман керек, оның үстінде мықты жан-жақты сөздік керек. Парсша, қазақша. 1979 жылы Иран астанасы Тегеранда, Тегеран университетін бітірдіңіз. Парсы тілінің маманысыз, ағылшын парсы тілінің маманысыз. Шығыс әдебиетінің әйгілі туындысы Тотынаманы көне түрк тілінен, шағатай тілінен аудардыңыз. Бұдан бөлек Мұхаммед ибн Нәжіп Бакранның Жаһаннам атты еңбегін парсы тілінен қазақ және ағылшын тіліне аудардыңыз. Енді осы еңбектеріңізге қарап, жаңағы сөздік жазып жатырсыз. Бұны да есепке ала отырып, сізді толық шығыстанушы десек артық айтқандық болмас. Бірақ Қазақстандағы шығыстану ғылымының, ғалымдардың әлеуетін қалай бағалайсыз? Ориенталистердің? Иә, әрине. Алуан жүйрік бар, әліне қарай шабатын деген керемет сөз бар қазақта. Әр адам өзінің шама шарқына байланысты, үйренген тіліне байланысты зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Менің жаңа сен айтып өткен Тотынама деген кітапты осы Маңғыстауда аталардың біреуінде қалған екен, қолында. Мен соны бір күн маған бір Айсағали Қыдыр деген құрдасым бар, журналист. Сол үйіне барып, соны көріп, оған тісім өтетінін білдім де, оны мен 2 жылдай отырып аудардым. Ол кісі әдеби өңдеді. Менің Қазақстан келгеннен кейін қолыма қалам ұстағаным 2004 жылы. Ең алғашқы бітірген кешегі аталарымыздың оқыған, балаларын тәрбиелеген, көне түркі шағатай тілі айтылатын тілден мен Тотынама дегенді осыдан 21-2 жыл бұрын аудардым. Сосын жаңа айтып отқан Мұхаммед ибн Нәжіп Бакран деген біздің ойымызша, тарихшылардың ойынша, географтардың ойынша әлемнің алғашқы география кітабын жазған ғалым. 1200-де 5-6 жылдар жазған, Иранға Моңғол шапқыншылығынан шамасы 4-5 жыл бұрын жазылған дүние. Ол оны осылай жазбаған. Сол кездегі Харазм Шахиян деген әулет Иранды билеп тұрған үлкен империяның патшасы айтқан, бұйрық жарлығы болған. Ғалымдар, жазушылар, ақындар менің үлкен
патшалық кітапханамды толықтырсын деген. Сосын әр адам өзінің саласында жұмыстарды жасаған. Мұхаммед ибн Нәжиб Бәкран деген атамыз, мен әуел карта сызам деп, әлем осылай болады деп карта сызған. 3x3 9 шаршы метрде. Сосын оның ондаған жүздеген жеріне нүкте қойып белгілеген. Мыналар мысалы таулар, мыналар өзендер, мыналар мұхиттар, мыналар ормандар деген. Сосын сол картаны түсіндіру үшін 20 тараудан тұратын Жаһаннама деген кітап жазған. Бұл осылай қалады, ғасырлар бойы өтеді. 8 ғасырдан кейін мен кездейсоқ Болат Көмеков деген тарихшы ағамен таныстым. Сосын ол кісі, Нияз, сен Ирандан келген болсаң, осыдан 50 жыл, 60 жыл бұрын жас ғалым кезімде мен Ленинградтың шығыстану үлкен бөлімінен бір кітап алып келдім, қолжазба. Сол жатыр, екеумізге де үлкен абырой, қазаққа да үлкен абырой болады. Сен соны аудар, мен саған жетекші ұстаз болам деді. Мен аудардым, 2 жылда еңбектендім, қиналдым. Бірақ қолжазбаны соны аударып шықтым. Қазақ тіліне тарихта бірінші рет. Сосын бұл кітап 2012 жылы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің грантын жеңіп алып, мен енді өзім мамандығым бойынша оны ағылшын тіліне аудардым. Жетекші ұстазым Болат Көмеков оны орыс тіліне аударып, сол әлемде теңдесі жоқ үлкен дүниені қазақтың жерінде, соның ішінде Киелі, Маңғыстауда тарихта бірінші рет 8 ғасырдан кейін екеуміз аудардық. Бұл кітап 2018 жылы Ералы Тоғжанов деген кісі бізге әкім болып тұрған кезінде Каспий теңізінің 5-ші үлкен саммиті өтетін болды. Елбасы бастап келген 4 президентке сол сөйерді сыйлыққа берілген үлкен дүние болды. Сонан кейін бір 2 жылдан кейін оны шығардық, демеуші таптық, ағайындар көмектесті. Сосын соны үлкен ғылыми айналымға енгіздік. Әуелі Маңғыстауда Есенов университетінде, кейін 2022-нің аяғында Казгуда Әл-Фараби атындағы университетіміздің тарих факультетінде ғалымдар, ағалар жиналып үлкен тұсаукесерін жасадық. Бұл менің қазақтың бір перзенті ретінде қолымнан келіп атқан ісім, қолымнан келгенін жасадым осы уақытқа дейін. Түсінікті. Аға, енді осы жерде бір сұрай кетейін. Мысалы, Еуропа, Америка, Англия университеттері неліктен шығысты зерттеуге құмар? Бұлар 200 жыл бұрында, 100 жыл бұрында солай болды. Енді мысалы университеттердің программаларын ашып қарайтын болсақ, Oriental Studies, Arabic Studies деп, олар жаңағы Persian Studies деп бөлек-бөлек қылып, оны оқытуға мүдделі болып отыр. Бұның себебі неліктен деп ойлайсыз? Кез келген зерттеудің себебінде арда үлкен саяси мақсат жатады. Кешегі біздің жерімізді орыстың ғалымдары зерттеген болса жан-жақтан, оның ар жағында кешегі орыстың империясының үлкен мүддесі жатты. Кейін ол мүдде Кеңес одағына ұласты. Демек, батыстың ғалымдары егер шығысқа қызығушылық танытатын болса, ол қызығушылықтың ар жағында үлкен саяси, экономикалық мүдде жатыр. Әрине, ол елдер тану өз сырт көрінісінде ол дұрыс. Бірақ жаңағы мәселе әрқашанда болып тұратын дүниелер. Біздің ғалымдарымыз қазір енді мысалы кезінде орыстың мына ғалымы, ағылшынның мына ғалымы, немістің мына ғалымы Қазақстанды келіп зерттеп кетіпті дегенде, олардың әрқайсысы үлкен мақсатымен келген дүниелер болып есептеледі. Менің ойымша. Миссия, мақсат ар жағындағы, нағыл дейміз, зымиян саясат жатыр дейміз ба,
Бәрібір енді біздің елімізді тануға көмектеседі, бірақ негізгі мәселе өздерінің мақсатын көздейді. 1919 жылы Қазанда татар тілінде басылған «Ғибадатия исламия» деген еңбекті молдаларға оқытып аудармасын жасадыңыз. Бұны өзіңіз айттыңыз. Бұны аударуға діни басқарма, КМДБ, бас мүфти бұйрық берді дедіңіз. Дұрыс. Бұл еңбектің маңызы қандай? Неліктен бұны молдаларға оқыту керек қазір? 2023-тің басында, қазір 2 жылдай болып баратыр, біздің бас мүфти Қажы Наурызбай Тағанұлы деген кісінің жарлығы шыққан. Жарлықтың мазмұны былай: біздің қазіргі имамдарымыз, молдаларымыз, жас мамандарымыз тек қана анда-санда діни басқарманың шығарған кітабымен оқып сауатты болмайды. Оларға кешегі аталардан қалған, қазір шаң жегіп жатқан ондаған, жүздеген, мыңдаған кітап жатыр әр жерде. Соларға сол кітаптарды оқуға жағдай туғызу керек деген бұйрық шыққан. Сол бұйрықтың негізінде Ануар имамымыз, біздің бас имамымыз, облыстың бас имамы мені бір күн шақырды. Менің оған дейін 2 кітабым шыққан, біреуі жағы Тотынама, біреуі соңғы Хазіретіміз Ержан атамыздың мен қолжазбасын аударғанмын. Көне түркі Шағатайдан. Сол екеуін алып қойған екен, ағамда 2 кітабын сіз кезінде еңбектен екенсіз, шығарған екенсіз. Мынандай Хазіреттің бұйрығы шығып жатыр. Мына кітапты мен сізге дайындап қойдым. Мен молдаларды, имамдар жинап берем. Соларды оқытсаңыз деген маған өтініш айтты. Жарайды, оқыталам дедім. Сосын бұл кісі 1915 жылы, демек кеше Қазан төңкерісінен 2 жыл бұрын шыққан, Татарстанда шыққан, Қазан қаласында шыққан «Ғибадат исламия» деген кітаптың басынан аяғына дейін маған көшіріп дайындап қойған екен. Бұл кітап көне түркі деп айтамыз, біз Шағатай тіл деп айтамыз. Ішінде оның парсы сөздері де кездеседі, араб сөздері де кездеседі, біздің арғы аталарымыздан қалған көне түркілер де кездеседі. Мен соны ағайындары жинап, аптасына 2 рет сабақ бере бастадым. 3 ай, 4 ай сабақ бердім. Енді оның тақырыбы бәрімізге белгілі, бәріміз де білеміз. 5 парыз деген мәселені бәріміз білеміз ғой. Иман, намаз, ораза, зекет, қажылық деген бәр адам біледі. Енді мен соларға оқытқан мақсатым, мысалы, соны оқытқанда кез келген бетін бүйтіп қазір кітап қылып шығарып жатырмыз. Кез келген бетін бүйтіп ашқанда, сол жағында сол 1915 жылы шыққан кітаптың нұсқасы бар, беті. Оң жақта соның аудармасы бар. Егер мынау сол жағындағы жаңағы түп нұсқа 15 жыл болса, 15 жыл қылып аудардық. 20 жыл болса, 20 жыл қылып аудардық. Себебі оны әдеби аударған жоқпыз, сол түп нұсқаға жақын аудардық. Оның себебі мына кітаптың кеше ертең күні Алла бұйырып жатса шығады, 10-20 күннен. Сол шыққаннан кейін соның кез келген ағайын алып, әуелі арабтың әліпбиін үйреніп алып, соның 10-20 бетін оқыса, мына жағымен салыстырса, кейін аталардан қалған кітапты оқуға жағдай туады, ол кісіге сауаты болады. Оның үстіне мен осы сөз қиынап ағайынға. Мынау парсау, мынау арабшау, мынау көне түркау деген сөздер жинап, кітаптың ең соңында 25 бет сөз дайындап қойдым. Оның өзі де үлкен көмек. Бұл мәселе бұрын соңында Қазақстанда болмаған дүние, бұл киелі Маңғыстаудан шығып жатқан дүние. Атамыздың атындағы мешіттен шығып жатқан дүние. Кеше соның сүйінші данасын алдым, тексердім. Кішкентай қателері бар екен, соны жөндеп жібердім. Алла бұйырып жатса, келесі айдың 15-іне дейін шығып қалады. Бұйырса. Шұқиян баспасынан. Демек бір үлкен дүние. Соның біреуін кеше бас имамға Алматыға бергенімде, бұл кісі бір жиналысқа қатысқан екен Астанада, діни басқарманың жиналысына. Соның бас мүфтиге көрсеткенде, мынау керемет дүние болған екен Қажеке.
Біз бұны Қазақстанда барлық медреселерге оқу құралы ретінде береміз, соның оқысын деп бізге жақсы хабар келіп жатыр. Ол да біздің мақтанышымыз Маңғыстаудың. Иә. Бұл кітаптың жағдайы солай. Түсінікті. Көп рахмет тұшымды жауабыңызға. Осы уақытқа дейін дін қайраткері Әбіш Қожаның қолжазбаларын аудардыңыз. Ержан Хазіреттің еңбегін аудардыңыз. Одан бөлек Размағамбет Ахунның еңбектерін аудардыңыз. Намаз оқуды үйрететін кітап жаздыңыз. 5 уақыт намазды үйрететін. 2 рет қажыға бардыңыз. Ислам дінін, шариғатты бізден артық білетініңіз белгілі. Енді сәл батысқа ауысайық. Англияда Оксфорд, Кембридж университеттері, Францияда Сорбонна, Германиядағы Гейдельберг университеттері әуелде шіркеу болған. Бірақ заманның ағысымен бұлар бертінде дамып, университет деңгейіне жетті. Ал қазақ даласында бұрын мешіт болды, қазірде мешіт бар. Бірақ олар университет деңгейіне жетпей, сол мешіт күйінде қалды. Бұның себебі не деп ойлайсыз? Бұның көптеген себептері болуы мүмкін. Өйткені біздің өкінішке орай айналамен көп байланыссыз болмай қалған еліміз, соның ішінде біздің Маңғыстау. Біздің ұстаздарымыз, аталарымыздың барлығы кешегі Самарқаннан, Ташкенттен, Хиуа деген жерлерден оқып келіп, ел ағарту мәселесіне кірісіп, өздері медресе салып, мешіт салып, біздің кешегі аталарымызды үйретуімен келді. Ал енді жалпы айтқанда, ислам деген діні біздің шығыста тек қана дін қалпында қалып қойды да, оның ішіндегі басындағы үлкен армандар, үлкен дүниелер тек қана діни ережелерді орындаумен шектеліп қалдық. Әйтпесе, біздің ішімізден ислам жайлаған кешегі түркілер болар, парсылар болар, арабтар болар, кімдер шыққан жоқ. Бәрі шықты. Мысалы, соңғы ғасырға дейін келген, кітаптары оқылып келген Абу Али ибн Сина деген бәріміздің ортақ атамыз. Ол діни білім болған, сондай мықты адам болған, соңғы ғасырға дейін Европа 18-19 ғасырға дейін соның Шифа деген кітабын медицина саласында оқулық ретінде пайдаланып келген. Ал Абу Рейхан Бируни деген үлкен біздің арамыздан ғалым шыққан атамыз, математик болған. Ал одан былай кетейік, Иранда Омар Хайям деген үлкен, өзің білесің, 4 өлеңдерді жазған үлкен атамыз бар. Шайыр атамыз. Соның сол кезде математикадан сондай күшті болғаны, жылына 1 секунд па, әлде 2 секунд па айырмашылығы бар, күнтізбе жазған әлі күнге дейін қайырланып келе жатыр, пайдаланылып. Демек бізде дүние өте көп. Ал енді оның түбіне қалай жете алмадық? Батыс қалай озып кетті деген үлкен мәселе бар. Батыс озды бізден. Бірақ біз өкінішке орай сол діннің шеңберінде көптеген мәселемен қалып қойдық. Бұған тек дін түрткі болды ма? Бұған көптеген мәселе түрткі болған шығар. Кешегі дүниені билеген алпауыттардың өздері түрткі болған болар. Кешегі қазақты отырықшылыққа айдау керек, бәріне отырықшы қылу керек, бәріне мешіт салу керек деген кешегі Ресей империясының көзқарастары себеп болған шығар. Бұған мәселе көп себеп енді. Оның бәрін мен енді тарихтан терең хабарым жоқ адам біле бермеймін. Рахмет. Құрметті көрермен, сұхбатқа лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Отпа Ньюс сайтына кіріп, Маңғыстау жаңалықтарын оқи жүріңіздер. Аман сау болыңыздар.